Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен бір сұмдық жағдайды естіп, айтқым келіп, соны айта алмай тұра алмаймын. Сол себептен әлеуметтік желіге шығып отырмын. Мына әскер жөнінде. Әскерге балдарыңды жібермеңдер, ешқашанда. Аллахи биллахи. Өліп келіп жатыр балдар. Сарыөзекте өлген бір бала әскерге барып. Өз-өзін атып тастады дейді. Ол қалай өз-өзін атып тастайды ол? Сразу адам тексермей, ештеңе болмай, сразу тек несінің результатын шығарып тастайды. Оны мына Тоқаевтың жүйесі ме атып тастаған, оны кім атып тастады, кім біледі оны? Кең беспредел. Трибуналға тартылмайды. Жаңағы баяғыда біздер кеңес үкіметі кезінде әскерге бардық, сол кезде бір солдат өлсе, трибуналға тартылатын еді, трибуналмен сотталатын еді. Командир взводы сотталады, командир ротасы сотталады, командир батальоны, командир полкасы түгелімен осылай сотталатын еді, бір солдат өлген үшін. Қазіргі заманда рақат сотталмайды. Жаңағы ойына негесі сон жасап жатыр. Қанша солдат өлді? Бұл енді жылаудың түбі сұрау дейді ғой. Бір күні мына жылап жүрген мына аналардың көз жасы түбінде сұралатын болады. Мына сасыған үкіметтен, сасық жүйеден, отырған министрлерден, отырған анау әлгі Руслан Жақсылықовтан, сондайлардан, генералдардан сұралатын болады. Көп қалған жоқ, азғантай уақыт қалды халқым. Мына жүйеге еш уақытта балдарыңды армияға жібермеңдер. Жібермеңдер армияға. Мейлі ол жаңағы сол бала үшін қан төксең де, түрмеге отырсаң да жібермеңдер. Мен оған дайынмын. Балам үшін түрмеге отыруға да бәріне де барам мен. Жалғыз балам бар. 17-де, 18-ге толған кезде мен оны армияға жібермеймін. Егер жаңағы неге көшеден, бір жерден қинап алып кетіп жатса, жұмыс орнынан қинап алып кетіп жатса, ол уақытта былай жасайсыздар. Алып кетеді ғой әскерге. Алып кеткен кезде барып присяганы, антты қабылдамаңдар. Теуіп тастаңдар, теуіп жастарға. Айтарым сол. Естеріңде болсын, осы менің айтқаным. Осының бәрін талқыға салыңдар, ойланыңдар. Ана сасық жүйеде жүргендер, ана жемқорлар пускай қорғасын. Қатын бала шағасымен барама, дронмен барама, пускай қорғасын Қазақстанның жерін. Неге оларға деген біздердің ақшамыз неміз керек, штраф салады айда. Халық төлеп отыр ақшаны налогпен. Сонда да үстімізге штраф салып, дымызды қалдырмай, жаңағы қалтамызды қағып отыр. Еще келіп біздің балдарымыз армияға бару керек, еще өліп келу керек. Соны жасаңдар, ағайындар. Сау болыңдар, қош болыңдар, хабарласамыз. Аманшылықта болайық.